Ыбырай Алтынсарин өз ұлтын басқа дамыған елдердің дәрежесіне жеткізу үшін ең алдымен ел ішінде оқу білім, өнер тарату, насихаттау ісін кеңейту қажеттігін ұғынды. Сондықтан 1879 жылы Орынборда қазақ хрестоматиясы атты оқулығын дайындауды қолға алды. Оқулық балаларға арналған өлеңдер мен шағын әңгіме, новеллалардың негізінде құрастырылды. Олардың бірқатарын өзі жазды, біразын сол кездегі орыс оқулықтарынан еркін аударды. Еңбекті сүю және қадірлеу Ыбырай әңгімелерінің негізгі тақырыбы. Мысалы осы хрестоматиядағы бай баласы мен жарлы баласы атты әңгімесінде Ыбырай көшкен елдің жұртында қалған Асан мен Үсеннің бір тәулік ішінде басынан кешкендерін суреттеу арқылы сол балалардың өмірді тануы, тіршілікке икемділігі туралы мәселеге әлеуметтік мән береді. Хрестоматияда берілген қай шығарманың да тәрбиелік мәні өте зор. Бұл әңгімелері арқылы Ыбырай қазақ әдебиетіндегі әңгіме жанрының қалыптасуына зор үлесін қосып, балалар әдебиетінің негізін қалады. Себебі оған дейін ауыз әдебиеті үлгілерінде болмаса, балаларға арналған шығармалар жоқ болатын.